Алматыдан Сарыағашқа бағыт алған жолаушылар автобусында 21 азамат болған. Оқиға орнына шұғыл жеткен құтқару қызметі автобустағы жолаушыларға алғашқы көмек көрсетіп, 19 жолаушыны жақын маңдағы елді мекендердегі ауруханаларға медициналық тексеріске жіберген. Мамандар олардың жағдайы жақсы, қазіргі таңда үйлеріне қайтарылғанын айтуда. Ал автобус жүргізушісі мен тағы бір жолаушы аудан ауруханаларының біріне жатқызылған. Жол көлік оқиғаның салдарынан ауруханаға 2 азамат жеткізілді. Олар автобустың жүргізушісі және бір жолаушысы. 19 автобус жолаушысына әртүрлі көмек көрсетіліп, медициналық көмек көрсетіліп, қазір олар үйлеріне қайтарылды. Осы жайтқа байланысты Түлкібас аудандық полиция бөлімінде сотқа дейін тергеу амалдары басталып кетті. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 бабы бойынша сотқа дейін тергеу амалдары жүргізілуде. Автобус тізгіндеген азамат Сарыағаш ауданының 1992 жылғы туған тұрғын екені анықталып отыр. Ал жолаушылар көлігінің егесі карантиндік талаптарын ескермей қалааралық қатынасты жандандырған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылмақ. Анықталғандай, жол көлік оқиғасына қатысы бар автобус Түркістан облысында тұрақты тасымалдаушы ретінде басқармада тіркелмепті. Басқа облыстарда, Алматы, Жамбыл облыстарында тіркелгені немесе тіркелмегені туралы ақпарат жинақталуда. Егер аталған автобус арнайы тиісті рұқсат алмаған болса, жолаушылар тасымалдауға, ондай жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 463 бабы 1 тармағына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Айта өтейік, Түркістан облысы бойынша карантиндік талаптарды ескермей қалааралық қатынасты жандандырған жолаушы тасымалдаған 8 автобусқа әкімшілік шара қолданылған. Нұрлан Пайызов, Саят Асанханов, Нарньюс.